футбол құрамасының ойыншылары Ирина Кайратовнаның кезекті бір концертінде. Алдик! Чуть-чуть тағы бір ән айтқандар! Марка, чуть-чуть азырақ боқтаса ше, бауырым. Любой погодада концерттеріңе кеп атыр қой! Футболдан алтын доп табыстау рәсімі Қазақстанда өтсе қалай болады екен? Алтын доп бар биікке шығар саты. Ең алғаш басталады осы адамнан. Сүйеді сондықтан да жақын жаты, бар ғалым, барлық қоғам футболшыны. Дей отыра, ортаға алтын допты табыстауға Аманат партиясы жастар рухы жастар қанатының жетекшісі Нұржан Жетіспайды ортаға шақырамыз. Ал ендеше алтын доп 2022 жеңімпазы Кәрім Бензема. Кәрім Бензема 2021-2022 оқу жылында халықаралық футбол турнирінде үздік шабуылшы номинациясының иегері. Испанияда өткен Ла Лига аясындағы ойындарда 27 гол соғып, ерекше көзге түскен. Отандастарына адал, қоғамдық жұмыстарға өте белсенді. Ал Кәрім бауырым, алтын доп иеленгенің құтты болсын. Осының құрметі біздің Аманат партиясының оригинал футболкасы. Бүгін ертең футболдан топ-5 чемпионаттарының маңызды ойындары өтеді. Осы ретте Melbet өзінің жаңа клиенттеріне өте жақсы сыйақылар тағайындап отыр. Бірінші депозит бойынша Sohbet промокодымен тіркелсеңіз 260 мың теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Біле жүріңіз, бас түгі бұл табыс табудың жолы емес, жай ғана көңіл көтеру. Сілтемесі комментарийде. Түркиялық қақпашыны бір гол жіберуге көндіріп отырған қазақстандық шабуылшы. Бір гол жіберсеңіз бір-ақ гол ғой. Қош, білем ғой сендердің бір голдың артымен немен бітетінін. Қош, бір өмір бойы гол жібермеген адам ұқсап бір. Жіберген жоқ. Немістің жігіттерін есілді қанша гол жібергенді? Қош, ертең біздікілер біліп қалса ұят болмай ма? Ешкім кетпейм, арамызға қалып сүймей. Қош, жібермеймін. Жібермейсің ба? Жібермеймін. Кеттім мен онда. Үйсі құртасында ғой, жіберем. Саған сұрақ қойын, саған немістерден бірінші оқымыз алды. Шванштайгер салды. Бірінші баспен, сосын через себя, сосын білген істік бетті ғой. Айдек, не істедің? Шаруаны бітірдің бі? Көндірдім ақыры. Қош, онда мен де барам. Бармай қош, ешкім кетпеймек қойын. Не ол қайда бір қақпашқа тіреліп, арамызда бір қақпаш жүрмей қалды. Бар. Не ғой, арнаны салдырттың ғой, біз де өрлет салайық. Сендер әліптай отырғансыздар, Қазақстан футбол құрамасының кезекті жеңісіне кейін Әділет Бәрменқұлов ағамыз үйінде. Қақтар үші сен. Футболдан келдім ғой. Немен еттің үшке де футболдан жүресің ба? Сен сонда үйің жоқ па не сенің Әділет? Не істеуші сен? Ойлану, не анау сен маңдайыңдағы Әділет? Сен біреуді сегізіп жүрсің ба сен шекеңді? Кім сүйді ананан? Кім сүйді деймін саған, не? Нұрәл, әліп. Немене жоске сүйген сонша еркек басымен? Жос кеттік қойын, екіден өлесімен отылып атып, үшті екі қыбыттық қой Даниян. Қойшы? Өй жаным, кеш менде сен. Бәрібір Нұрәл әлі сияқты сүйе алмайсың мен. Қыздардың осылай алында-санда алданып қалатыны өкінішті, бірақ қыздардың өмірінде үміт сыйлайтын кезеңдер де жоқ емес. Мысалы, қазақтың көп жігіті Қазақстан ұлттық құрамасы Словенияны матчта жеңетін болса, үйленеміз деп уәде берген екен, көрейік. Матчты көріп отырған қыздар. Қазақстан, давай,
Біздікілер неге залда 3 адамы ойнап жүр алаңда? Қумаш, Бакон, ол төрешілер. А біздікі қай цвет? Көк футболка шортидегілер. Давай, пожалуйста. Ерайхан, сен неге кешігіп келдің асықпай? Менде залет. Мен и так келге шығам ғой. Апа, сіз не істеп отырсыз? УЕФА-ға кіргелі бері Евроға шыққан күтіп отырмын мені. Қане жігіттер, пожалуйста, давай, бер. Давай. Қыздар, биыл тағы тұрмысқа шықпай қалдық па? Ана Словениан қыздарын қараңдаршы, қандай бақытты бір-біреуін ұстап алып кетті. Асхат аға, Қыздар не болды, көңіл күйлерін түсіріп? қалай көңіл күйіміз түспейді аға? Тұрмысқа шыға алмай қалайын деп тұрық қой. Сіздің аяғыңыздың ауырған кесірінен бүгін біздің аяғымыз ауыр емес. Абаттың алаңға кеш шыққанның кесірінен мен тұрмысқа кеш шығайын деп тұрмын. Уайымдамаңдар қыздар, көктемде өтіп кетесіңдер. Асхат аға, онда келсек, көктемде, анау жас футболистерге айтып барыңыз, көктемде олар Евроға өтпесе, оларға біз тұрмысқа шығамыз. Мықты мотивация болайын деп тұр ғой мұны. Келістік онда. Ойын соңында бүгін енді біздің ойынға алғаш рет жерлестеріміз көп келе бермейді негізі. Алғаш рет Ермұхамед Мәулен ағамыз келіп отыр. Ермұхамед аға, қош келдіңіз. Сізді көргеніңізге шын жүректен қуаныштымыз. Біздің жерлесіміз, біздің мақтанышымыз, бүкіл қазақ футболының дауысы бұл кісі. Бүкіл таразықтар сізге еліктейді, аға, сізді мақтан тұтады, сізге еліктейді. Бірақ енді сіз жұмыстың барлығын отырып жасайды екенсіз. Жаңа футбол федерациясында да отырасыз хатшы болып, комментаторда да отырасыз, мына жерде де отырсыз, сол сізге еліктеп, біздің Тараз футболы бірінші лигаға отырып алды, аға. Скоро жатады олар. Сол сіз енді бір кішкене тұрып, орныңыздан тұрып, қимылдап, бір-екі движениелер жасап, жаңағыдай тренировка қылып, соны сіз боп, біз боп, футболды аяқтан тұрғызып алсақ. Сіздермен бірге болған тараздық медиум. Әлеке, шынымен бір ғана мысал айтайын, бүгін Қазақстан футбол федерациясының президенті келіп отырмын. Осы ризамын да мен. Қазақстан құрамасына ризамын. Кеше мысалға Данияны ұтты, Северный Ирландияны ұтты, Сан-Мариноны ұтты. Ештеңе жоқ, ұшақ команда емес ұтқан. Манас жыры, Ертарғын жыры, Қобыланды батыр жыры. Ал біздің елде бұлардан бөлек бітпес тағы бір жыр бар. Ол футбол жыры. Өткен жылы футбол федерациямызға 100 жыл толған болатын. Сол себепті 100 жылдық қорытынды жиналыс. Не істейміз, көкелер, ақша бөлініп жатыр, ешқандай нәтиже жоқ. Ең күйдіретіні басқа салаларға бөлінген ақшалар желініп кетіп жатыр. Футболдың ақшасын ешкім жеп та жатқан жоқ, сонда да нәтиже жоқ. Не істейміз, айтыңдаршы. Мүмкін гол соққан ойыншыға халық қаһарман деген атақ береміз. Қақпашының халық жау деп ат тастаймыз, сонда ойланып сөйлесеңізші шамалы. Онда гол соқпаса жалақыларын бермей қояйық. Өке, жанұясы бар, бала шағасы бар. Қалай 10 жылда болар жалақысы жүреді? Білесің ғой біздікілер 10 жылдап соқпайтын. Мүмкін ойынның алдында бір батылдық үшін бір ешкімнен қорықпасын, харамнан бір 100 грамм тартып жіберуге рұқсат берсе қалай болады? Қашан қайтам сізге жиналысқа ішіп келмеңіз деп, тыныш тұрыңыз, не істейміз, ойланыңдаршы. Тұрыңызшы сіз, не істейміз, айтыңызшы, не істейміз? Не маған айқайлай бересіз? Біз бұл сұрақты сізге қойғымыз келіп тұр. Сіз ғой жауап беру керек. Не істеу керекпіз? Айтайын, онда жазыңдар. Біздің футболшылар жеңу үшін ең алдымен барлығы дерлік қазақ тілін үйрену керек. Олар түсінсе ғой, жұрт не айтып жатырған, намыстан болса да ойнайтын еді. Біздің футболшылар жеңу үшін қырсықтықтарын қою керек. Жоқ, біздің футболшылар жаман қырсық. Бүкіл стадион айтып жатыр, не істеу керек екен. Жоқ, ол өзеңбен барып далаға тебеді. Біздің футболшылар жеңу үшін ойынның алдында Қазақстан жеңеді деп барлық айлықтарын Олимпке қойғызу керек. Сосын көремін мен олардың жүгірмегендіктерін. Сендер футболды не істеп жүргенсіңдер? Кешірерсіз, кімсіз жиналысты бөгет құлай бердіңіз ғой? Юрий Красножанмын. Сізді кімді сізді келеді деп ойламап едік. Не үшін келдіңіз, жауап бере аласыз ба? Шақырды, келдім. Шақырды, келді, түсінікті ғой. Ары қарай жалғастырайық. Біздің футболшылар жеңу үшін
Біздің футболшылар жеңу үшін 2 таймда 45 минуттан 5 минуттан 15 тайм қыл көрек, 15 минуттық үзіліспен. Сонда шаршап қалмайды біздің футболшылар. Біздің футболшылар Не біз саяси команда ретінде футболға араласып жатырмыз? Бұл мен не айтқым келіп тұр? Бұл мен айтқымыз келіп тұрғаны саясатты футболға араластырмайық. Барша ақтөбеліктердің атынан. Ақтөбе жасыл қала жайнаған, көркіңе келбетіңе тоймаған. Міне келді ғой, міне. Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Бәрменқұлов ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз, Әділет аға. Енді сізге бір сұрағымыз бар еді. Ұлттық құрама соңғы уақыттар не үшін қатты ойнап кетті аналар? Ставканың бәрін қадап жатыр аналар. Бұрын рахат еді, тек пара женесіне қоясың, шығара беретін еді кәдімгі. Негізі ақылды данышпан кемеңгер ғой. Кемеңгер ғой? Кемеңгер адамның өзі бұл кісіні көргенде мені кемеңгер демеңдер дей салады ғой бұл кісі. Дана кісі ғой бұл кісі. Жоқ, Әділет қой аты. Әділет аға, кемеңгерлігі сонда ұлттық құрамаға кеңесші етіп, Ермұхамед Мәулен ағамыз алды өзіміз мінекей. Мүбәрак жүз жарқырап, ортамызда отыр мінекей. Футзалдан кеңесші етіп, өзіміздің Нұрсұлтан Құрман ағамыз алды мінекей. Қасында отырып, әлі кеңес беріп отыр. Енді ақыры жайдарманына батыр екенсіз, Әділет ағам, балалар футболына Ғалым ағамызды қойса деген. Ғалымаға деген. Составқа бала жетпей жатса, өзі жасай салады да, оңай ғой. Ақыры жайдарманнан абатыр екен ғой. Әйелдер футболына Динара ханымды алсын. Жап жас әп-әдем. Жап жас па? 41-де ғой осы. Қайдағы жап жас? 41-де мана. Біреудің қызы тез өсіп дейді, осы екен ғой. Құрметті достар, бізге дейін 76 команда айтқандай, ұлттық құрама жеңген кезде Нұралы Әліп осы Әділет ағамыздың басынан сүйет. Сондай бір керемет дәстүр бар. Жеңген кезде басынан сүйетін мақұл ғой ол. Жеңілген кезде қай жерінен сүйет екен деймін. Ят емес пе? Ят емес, мен жаным ашып айтып отыр просто. Ертең бір күн суық кезде футбол болып, Нұралы келіп, ағамыздың басынан сүйіп атқан тіл жабыспаса не болады? Сосын мені қарандаш Рамазан айы, міне осындай кереметтей айда Қазылай алқасының алдына су қойып қойған. Нұрсұлтан Құрман қойып қойған. Одан кейін міне Ермұхамед Мәулен ағамыз отыр. Ермұхамед аға, сізден бірдеңе сұрайықшы осы. Осыдан бір ғасыр бұрын Семейлік бір футбол клубтың сапында Мұхтар Әуезов ойнаған дейді. Рас па сол? Рас, иә. Медиа лига сол кезде басталып кетті ғой. Премьер-лигада Астананың намысын қорғайтын жалғыз командам жігіттер. Жалғыз команда емес екенбіз ғой жігіттер. Неге? Мына Астана футбол клубы Астана арена стадионының күрделі жөнделуіне байланысты Премьер-лигадағы матчтардың барлығын Казгудың полиясында ойнайды екен. Ертең Казгудың аренасын ремонтқа жауып тастаса не болады? Алматыда не көп, двор көп қой, біреуіне ойнай салады. Жігіттер, бұлай болмайды. Сендерге сыни ойлану керек. Сендер көп нәрсені байқамайсыңдар. Мысалы, Каспий жұма, негізі вторник басталады. Самооценка туралы айтатын адамдар сторисқа маскамен шығады. Қазақ қырғыз негізі бөлек-бөлек туған. Один домадағы Кевин негізі үйде жалғыз емес, операторлармен. Қанайдың еш жер қанамайды. Қазспорт қазақ футболын көрсетпейді. Ауыл шаруашылық министрлігінің офисі қалада. Байқадыңдар ма? Нені? Тез байқайтынымды аяқтайым.